Қазақша рецепттерге арналған менің арнама қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, жазыла отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен бүгін өзіммен жеңіл жасалатын осындай бір салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Бұл салат өте жақсы, дәмді шығады. Әсіресе фасольді жақсы көретін адамдар үшін. Бірінші суға пісіріп, тауықтың етін суға пісіріп алып, оны уақтап тураймын да. Үстіп тарелкеге бір жанына саламын. Содан кейін көк жуанды саламын. Көк жуанды қалауларыңызша, егер сіз көбірек болған жақсы көретін болсаңыз, көбірек салуға болады. Одан дәмі кірмесе, дәмі бұзылмайды салаттың. Одан кейін фасоль. Менде фасоль томатным соусе болды. Негізінен томатным соус емес, обычный консервированный фасольдар жақсы болады. Міне осылай фасолімді де салып шықтым. Енді суға піскен жұмыртқаны тоже кішкентай көбіктеп турап, жанына жұмыртқаны жіберемін. Міне салатым түрі әдемі болды. Қазір мен үстіне майонезді сеуіп шығамын. Кондитерский мешокке салып аламын майонезді. Міне мынандай қалып, ұшын тесіп, сосын майонез менде домашний, үйден жасалған майонез. Сіздер өз қалаған, өздеріңіз ұнайтын майонезді пайдалана берсеңіздер болады. Осылай дастархан қойсаңыздар, дастарханыңыздың сәнін ашады. Өте тамаша салат, сіздер жасап көріңіздер.